Балыққа да бап керек. Арал айдына қорын молайту үшін қызылордалық су саласының мамандары теңізге егіннен бөлек су лимиті бекітілуін ұсынып отыр. Дәстүрлі өңірлік 7-ші балықшылар слетіне жиналған сала ардагерлері мен кәнігі балықшылар ғылыми зерттеу институты мен халықаралық аралды құтқару қорының бас дирекциясын Арал ауданында орналастыру қажеттігін айтты. Жергілікті жұрт өткен ғасырдың аяқ шеніндегідей теңіздің деградациясы басталу қаупі төніп тұрғанын айтады. Біз қиындық көрген кезде Арал халқына ырзық болған. Теңіз төскейінде өткен слет балықтар базынасы атты театрландырылған қойылыммен басталды. Спектакльде соңғы жылдары көлемі 27 миллиард текшеден 19-ға төмендеп кеткен теңіздегі тіршілік иелерінің жан айқайы көркем сахналанды. Жалпы Аралдың ихтиофаунасында 22 түрлі балық мекен етеді. Жыл сайын 7000 тоннадай су маржаны сүзіледі, бірақ теңіздің қорын көбейту шаралары мардымсыз жүргізіліп келеді. Енді 2030 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарлама аясында қолдан шабақтандыру мен тоғандық шаруашылықты дамытуға баса мән берілмек. Қамыстыбас балық питомнигі бар. Соны техникаларын, жабдықтарын, материалдық базасын жаңарту бойынша шаралар қарастырылған. Шабақтарды суға жіберу көлемін арттыру көзделіп отыр. Содан басқа енді бізде мына шабақтарды құтқару шаралары, одан қалса мемлекеттік бақылау шараларын күшейту мақсатында инспекцияның материалдық жағдайын жақсарту, штаттық санын арттыру бойынша бағытта жұмыстар жоспарланған. Теңіз байлығы түрлі жолмен жан-жаққа тарап, өңірдегі 10 балық өңдеу зауыты шикізат жоқтығынан толық қуаттылығына шыға алмай отыр. Сол себепті аудан басшылығы тіпті 1-2 жылға балық аулауға мораторий жарияланғанды құп көріп отыр. Амалымыз қалмады, шарамыз жоқ басқа. Сіздер де жақсы түсінесіздер, табиғат пайдаланушылар. Бір-біріңізден атыңызбен жамыл договорға отырады да, ауланған балығын кім жоғарырақ бағасын береді, 50 теңгеге артық береді, соған апарып өткізіп жатыр. Ал халыққа біз айтар едік, жақсы сіздер демалдырыңдар, осы уақытқа дейін тыным бермей келе жатсыңдар, осы теңізді ештемесін қалдырмай. Енді кішкене демалдырыңдар мына теңіз анамызды. Теңіз көлемі азайғанмен де лимит азаймен соншама тұр осы уақытқа дейін. Онда ертең бүкіл қордан айырыламыз, тіршіліктен айырыламыз. Экологтар облыста Сырдарияның тіршілік нәрін үнемді жұмсауға мән берілмейтіндігін көтерді. Өзен бойында қажетті қажетсіз арық атыздар қазыла берген. Арал ауданының бір өзінде дария теңізге дейін 64 канал мен 16 көлді суландырады. Жазды күні тіпті тамшы тамбағандықтан айдын суының тұздылығы нормадан асып кеткен. Орташа 10 промилледен 13 промиллеге жеткен анықталды. Тұтастай алғанда қолайсыз гидрологиялық жағдай теңіз суының гидрохимиялық жағдайына кері әсер ететіні түсінікті. Су деңгейі Балтық жүйесі бойынша 38-50 белгіге дейін түсіп, су сапасы нашарлай бастаса, негізі кәсіптік балық түрлерінің тіршілігімен көбеюіне қолайсыз жағдай туындауы әбден мүмкін. Жазғытұры Аралға суды жеткізу үшін Қараөзек мойнындағы бұрында болған 3 су тоспаларды ретке келтірсек, қайта жөнден өткізсек, сол где-то бір 8 миллион суды жинақтауға болады. Көктем, қыстың кезінде, су көп кезде. Сосын сол жинақтаған суды қазалы Арал жаққа жазғытұры подпитка беруге сол уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Жыл сайын жағалауы алыстап салған ауы салмақ бермей салы суға кеткен балықшылар алдағы 3 жыл бойы Қазақстанның халықаралық аралды құтқару қорына төрағалық етуінен ерекше серпін күтіп отыр. Трансшекаралық өзендер мәселесі жан-жақта саралана отырып, әзірленіп жатқан жаңа нұсқадағы су кодексі де жемісті боларынан үмітті. Осылайша жыл сайын құр мақтау марапаттаумен өтетін балықшылар слеті биыл өзекті мәселелер талқыланатын алаңға айналды. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24.